қайырлы күн. Менің атым Садыков Айбек Женич. Мен дәрігер мамологпын. Бүгін біздің мекемеде ұлттық ғылыми онкология орталығында ашық есік іс-шарасы өтіп жатыр. Бұл іс-шара омыраудың қатерлі ісіктерін профилактикасын жасау мақсатында жасалып жатыр. Сол іс-шараның бойының ішінде дәрігер мамолог қабылдап жатыр, және де дәрігер санолог қабылдайды, омыраудың УЗИ-ін жасайды. Өйткені бірінші, екінші стадияда тауып алсақ, диагноз қойсақ, толық емдеп шығуымызға мүмкіндік болады. Ал омырауда тек қана қатерлі ісік қана болмайды, қатерсіз де ісіктер болады. Ол дегеніміз фиброаденома деген ісіктер болады, гиперплазия, кисталар болады, үлкен сложный киста деп орысша айтады. Ол бірнеше киста бірін-біріне жабысып қалған кезде сондай кисталар болады. Қатерсіз ісіктерді тек қана дәрімен ғана емес, кейбір кезде біз операция ота жасап емдеуге тура келеді. Уақытында емдемесе, кейіннен ол қатерлі ісікке ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан біз көбінесе ондай қиын қатерсіз ісік тауып жатсақ, науқастарға ота ұсынамыз. Ал енді қатерлі ісіктерге ауыссақ, қатерлі ісіктер жалпы 4 стадияға бөлінеді. Бірінші, екінші стадияларында емделіп шығуы 90%-ға дейін болады. Ал одан кеш стадияларда толық емделіп шығуы екіталай. Өйткені үшінші, төртінші сатыларда ол басқа мүшелерге де таралып кетуі мүмкін. Біздің клиникада әлемде жасалынатын емнің түрлері бәрі жасалынады. Тек қана омырау жағынан емес, бүкіл осында жасалынатын ем шаралары бәрі халықаралық протоколдарға қаралып жасалынады.